Театр қоғамның айнасы. Бекзат өнер жалпыға ортақ. Саф өнердің шырақшысындай шежірелі отырар топырағынан түлеген жас талант иесі Жасұлан Пернебекұлы Тұрғанбаевтың жан сарайына үңіліп көрелік. Неткен бай ол, сабыр менен төзімге, жүр алады ол өз даңқында сезінбей. Қарапайым тіршілігі тынысы, қарапайым табиғаттың өзіндей. Қаранар боп жүрер ауыр кезде де, бірақ оны байғұс деме, ез деме. Керек кезде қарақылды қақ жарар қарапайым сөзбенен. Жетеді оның қызуы да жалыны, түседі оның жұртқа бүкіл жарығы, аумайды бір қарапайым қалпынан, болса оның президиумда орыны. Салмақтылық, сабырлылық сырласы, бетке теппей шөгіп жатар тұнбасы, еленбесін, көзге мейлі түспесін. Бәрімізден биік оның тұлғасы. Жасұлан Пернебекұлы Сырдария өзенінің сол жағалауында орналасқан Балтакөл ауылының тумасы. Жастайынан өнерге құмартты. Мектеп қабырғасында жүргенде түрлі мәдени іс-шараларды жүргізіп, тамаша рөлдерді сомдаған ол әбден ысылды. Көрерменнің қол соғып, қошемет көрсетуі өнерге ықыласын арттыра берді. Буыны қатпай жатып ақ, сахнаның аз да болса шынайы ләззатын сезініп үлгергенді. 2004 жылы халықаралық қазақ-түрік университетіне ұлы ұстазымыз, Қазақстанның халық әртісі, профессор біздің Райымбек Ноғайбайұлы Сейтметов ұстазымыздың қолына мен өте бақытты адам. Сол кісі бізді оқуға қабылдады. Және ол кісінің ассистенті, қазіргі осы театрымыздың директоры Исатаев Ержан Ибадуллай ұлы мырза екеуі бірге қабылдап, өзінің курс етіп 15 студент оқуға түскен болатынбыз. Содан енді бізге ол театрға келу арман болды. Оқуға түскеннен кейін, бір айдан кейін осы театрдың есігін ашып, жүріңдер енді сендерді үлкен ағаларыңмен, әпкелеріңмен таныстырайын деп, осы театрға алып келді. Осы жерде, осы сахнада біздің үлкен ағаларымыз, әпкелеріміз ойнаған кезде, біз сол залда отырып, көрермен болып, шапалақ ұрып отырып, бір шіркін-ай, осы сахнаға шығып, біз де қашан ойнайды екенбіз деп бір армандап кеттік. Одан енді әлден уақыт өткеннен кейін, сол бір семестр өткеннен кейін, осы жерде үлкен қойылымдар қойылып жатады, соларға массовый сахналарға біздерді алып келді. Сол енді ойнаған жаңағы ағаларымыз ойнайды, біз соның қасында жаңа найзаны ұстап, қалқан ұстап алып, екінің бірі деп жаңағы еңлікпен кебекте сахнасында, жаңағы Есеннің ұрсатын сахнасында қасында шығып, сол екінің бірі деген сөзді массымен айтқанымыздың өзіне мәз болып, жаңағы одан кейін соны бір өзімізше тойлап, бір группаласымыздың үйіне барып, жаңағы 6 бала әбден бір соны айтып, өзімізше мәз болған жайымыз бар. Бұл Жасұланның алғашқы осы өнерге келген кезінен бастап, алғашқы абитуриент болып келген кезінен бастап өзім дайындадым. Сонымен бұл 2004 жылы өнерге түсті, актерлік өнер мамандығына. Бұл Жасұланның өте өзіне берген жауапкершілікті бірінші алғашқы, сосын кейін айтылған сөздің барлығына өзіне мән беріп, өзіне қажетті сөз болмаса, нақты біреу сұрақ қоймаса, бұлай жауап бермейді. Күліп қана тұра беретін жанында. Ал енді театрға келген кезінен бастап айтатын болсақ, театрда осы жас орта буын әртістердің бірі алғашқы келген күннен бастап ағаларының айтқанын көңілге алмай,
солардың берген бағыт бағдарымен үлкен жетістіктерге жеткізді. Өзінің неше түрлі қырымен рөлдерді сомдап бейнелеп халықтың қошеметіне бөленіп жатты. Шәкірт ұстазымен, ұстаз шәкіртімен мақтануы бұл фәнидің заңдылығы іспетті. Сөз жоқ, Райымбекті идара тұлғаның Түркістанға келуі ер түріктің бесігінде тербеліп жатқан жастарымыздың бақыты. Жасұлан Рекеңнің соңғы шәкірттерінің бірі, өзіне артылған жауапкершілікті шын сезінеді. Ұстазы іргетасын қалаған театрда қалтқысыз қызмет етуде. Ол кісі өте сондай бір ашық жарқын, ешкімге ауыр сөз айтпайтын, өте бір нәзік, жаны нәзік, жүрегі нәзік, сондай бір ұлы тұлға еді. Ол кісінің барлық шәкірттері де ол кісі айтатыны тек қана жүрекпен ойнаңдар, жүрекпен тыңдаңдар. Сондай тәрбиелерді айтатын. Енді қазір орында бар оңалар деп ол кісінің төл шәкірттері қазір осы театрда басқарып, біз деген жақсы жетістіктердеміз. Ұстаздан тәрбие алған шәкірттердің барлығы ол өте бақытты деп өзім санаймын. Себебі ол кісінің айтқан лекциялары біздің әлі күнге дейін есімізде. Ол кісінің естеліктері өте көп қой. Ол кісі жаңағы осы жақтан оқуға барғанда сол Асанәлі аға бар, Сәбит Оразбаев ағаларымыз. Ол кісілер жаңағы бос уақытында да осы әбден өзінің бір-бірімен берілген рөлдерін қайталап, соның қызықтарын айтып бізге бір рахат сыйлайтын тұғын. Енді бізде жаңағы 6 бала оқуға түстік. Сонда біздің группада ешкімнің атын атамайтын. Қара бала, сары бала, дара бала деп еркелететін. Сонда мені Алтынбек Қоразбаев деп еркелететін тұғын ұстазымыз. Жылға үйру уақыт келді. Тәлімдарсыз өмір, санасыз өмір, сауатсыз тірлік. Басаңызында жылдың басы наурыз емес пе? Иә. Жасұлан Тұрғанбаев актеріміз жайында айтатын болсақ, өте талантты. Бір актерға керек бойында өнердің барлығы да бар деуге болады. Ән айтады. Поэзия оқығанда қалай керемет мәнерлеп оқиды. Оның бір әрине мектеп көргеннің арқасы, школадан шыққанның, үлкен ұстаздан дәріс алғанның арқасы деп ойлаймын. Ұлтыма күйінде сақталса әжім басқан жүздеріме күлкі оралып, күңгірт тартқан көздеріме ұшқын ойнар еді. Ұшқын ойнар еді? Студенті болып жүріп, 4-ші курсты бітірер шағында ма деймін. Ревизор деген Гогольдің үлкен спектаклін алдық, комедиясын. Сонда режиссеріміз Жасұланға сол үлкен рөлді тапсырды, ревизорды. Соны қиналмай, өз ойын, өз деңгейіндегідей қылып алып шықты. Жақсы алып шықты. Георгий Хугаевтың қай бір жылы Қарашекпенін қойдым, Қарашекпенде Тұзар деген басты кейіпкерді сомдайды. Өте керемет сомдап шықты. Өзің ойлашы, сендер бөліп қалсаңдар, кім өшірім құрған? Мен өшірімді ме? Шолақ жиден етін тоқиды. Адамдар етті қалай жейді, сүтті қалай жейді? Ал түнде 3 бұлақ қосылатын шаққалда қосылармыз. Енді оған дейін бір қосыңды бере сал, шекей бақ барады. Әсірге болмайды. Үндеуге! Тауықтың талғанын жесейші. Жемей болы! Ерті шай! Сені қасқырлар алып кеткен жоқ па? Бәл көрсетші. Ешқандай тырнағысы жоқ. Түрксойдың ұйымдастырған халықаралық фестивалінде бірінші орынды иелендік. Сол спектакльмен, Қарашекпенмен. Сол сияқты көптеген біздің театрымыздың спектакльдерінде бас кейіпкерлерді сомдайды. Жасұлан айтып жатыр ма, өте еңбекқорлығының арқасында, өзінің сымбатты көрігінің арқасында шығар. Енді актерға әрине ол да бір плюс болады. Көрікте, сымбаттылықта, жалпы формасы да дейді ғой. Сол сияқты, сосын айтатын болсам, мен ол кісінің қандай рөлді сомдасын, әрине актерға ол оңы, солы разница болмау керек деп ойлаймын, айырмашылық болмау керек. Қазақта айтады ғой, ұстаға оң сол бәрібір деп, сол сияқты ол да бір ұста ғой, актер да шебер болғаннан кейін.
Мен айтам, ол жағымсыз кейіпкерді сомдаса да, жағымды кейіпкерді сомдаса да, ол өз мәресін жеткізіп, өзі кондициясын жеткізіп орындайды деп ойлаймын. Бірақ көбінесе біздің Жасұланның сомдайтын рөлдері жағымды кейіпкерлер. Себебі өзінің жан басына келетінде сол образдар болу керек. Себебі өмірде де сондай жағымды адам өзі. Ешкіммен де тайталаспайды, ешкіммен сөзге келмейді, ешкімнің көңілінде қалдырмайды, көңіліне де тимеуге тырысатын жігіт. Барлықтарымен де ұжымда жақсы, қуанышты, көңілде жүретін жігіт. Барлықтарымен қарым-қатынасы жақсы. Әрине, ол өмірде адам қалай болса, ол сахнаға бәрібір әсер етеді. Тұзарды ойнадым. Қоюшы режиссер Айдар Наурызбаев ағамыз. Енді ол кісіні мен әбден шаршаттым. Деп айтсам да болады. Әбден қиналдық. Ол иттің образын, адам емес, иттің образын ойнау. Енді оның бір қандай жаңағы жуас ит боласың, бір жерлерде жаңа мінезді ит боласың. Оның барлығын енді бір түрлі екен, былай итті зерттеу былайымша келгенде де. Сондықтан біз ауылға барсам да сол кездерде ауру болды. Жаңағы үйдің қасындағы көршілердің итінің мінезіне қарайсың. Әбден сондай бір қызықты кездер болды. Қыз 20-ға толғанда деген қойылымда онда да әбден қиналғам. Ол кезде де Есім Сейіттің рөлін ойнадым студент кезінде. Ол кезде жаңағы ағайымыз өзі келіп, ал бастаңдар дейді. Содан жаңағы бірінші курста не білеміз, ештеңені де білмейміз. Өзіміз жаңағы әрқайсымыз ар жаққа қуып кетеміз. Текстімізді жаттамаймыз. Әбден ұрыс естіп, сол спектакльдің өзін, мысалы қыз 20-ға толғанданы, сол студент кезімізде 1 жыл дайындалған жайымыз бар. 1,5 жыл. Өтірік айтпасам 1,5 жыл, иә. 1,5 жыл дайындап барып шығарғанбыз сол кезде де. Сол кезде де қатты қиналдық. Енді бірінші курс студент, екінші курстың жартысында шығардық қой сахнаға. Жалпы адамгершілік жақтары өте керемет. Ал актерлық шеберлігіне келсек, мен как режиссер ретінде 5 деген баға қояр едім. Расында да себебі мен ол кісімен көп еңбектеніп, ол жігітпен көп жұмыс жасап жүргеннен кейін мен білемін. Жаңа айттым ғой басында, актерлардың арасында біз қамшы салдырмайтын актерлар болады деп. Жарты сөзіңнен, беріп жатқан направлениеңнен, нелерінен бірден оға кететін, бірден түсіне кететін, іліп алып кететін, соны ары қарай дамытатын актерлар болады. Сондай шебер актерлардың қатарына жатқызар едім мен Жасұланды. Құрғақ сөз, жайдақ ой, өзін әртісімақ санайтын актерлердің ойынынан шаршағанбыз. Бізге керегі нағыз талант иесінің шынайы ойыны, пайым парасаты. Актер болғаннан кейін, ол берілген рөлдің барлығын сәтті ойнап шығу ол менің арманым, бірінші арманым. Ал екінші ол әрине, әркімді армандайды. Мен осы театрға келгенде жаңағы еңлік пен кебекті қойып жатқанда мен шіркін-ай осы кебекті ойнасам екен деп өзім армандағам. Бірақ енді ол білмеймін, қазір оған біз келеміз ба, біздің неміз жасымыз келе ма, келмей ма, бірақ ол берсе мен шіркін оны ойнағым келеді. Еңлік пен кебектегі кебекті ойнағым келеді. Рекеңнің өз сөзімен жалғайық. Ойлап қараңыз, театр жан сезімнің жаңғырығы. Күнделікті күйбең тірліктен шаршап келгенде қайда барып демалмақсыз, кіммен сырласпақсыз, жан дүниеңізді кіммен бөліспексіз. Айналаңыз базарға асығулы. Үйдегілер сізді түсіне бермейді, сөз жоқ. Театрға келесіз, шер тарқатасыз, жан дүниеңізге жалау болар жұбаныш іздейсіз. Яғни сол театр арқылы өзіңіздің де жұмыр басты пенде екеніңізді, қоғамға қажет екеніңізді сезінесіз. Ұлыңыздың атын кім деп қоясыз? Бергер. Иә, ұлым өскенде батыр болсын, әрі хан болсын деп Батырхан қояды. Дұрыс, Батырхан емес пе? Иә. Жасай берсін Батырхан. Жасай берсін Батырхан. Иә. Сенің атын Батырхан. Сенің. Олай болса жеңге, әлі өзің көрмеген бір нәрсе.
Ата-анасына мейірбан ұл, асыл жар, 5 баланың әкесі Жасұлан Пернебекұлы өнер өлкесінде алып кемеге айналарына кәміл сенеміз. Мың кісіні аузына қарата бейпаз сөйлейтін Райымбек ұстазының шеберханасынан шыққанын әлі талай дәлелдеп, асқар таудай биіктей берсе деген тілегіміз бар.